Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен кішкене бір тренинг жүргізіп жіберейін деген ой бар еді. Әрбіріміз өз уақытымызды тиімді пайдаланғымыз келеді. Ол әркімнің өмірінде болатын шығар. Аптасына бір рет осы өмірімді қалай өткізіп жатырмын, менің мақсаттарым қандай деген сияқты ойланып кететін кездер болады. Енді сіз нақты жоспарыңыз болса, онда бөлек әңгіме. Бірақ көбісіміз олай жасамаймыз. Тек қана қолымыз босаса, қолымызға TikTok'ты алып кіріп кетеміз, Instagram қараймыз деген сияқты. Ал бірақ бәрібір іштей сеземіз бір нәрсенің жетіспейтінін. Ол жетіспеушілік нәрсе біздің уақытымызды басқару. Жалпы уақыт деген күнделікті бір өмірдің, бір күннің уақыты бар, бір аптаның уақыты бар, одан кейін әр айдың уақыты бар, жылдың уақыты бар. Солай бүкіл өмірдің уақыты бар деген сияқты. 2 жыл, 3 жыл, 15 жыл, 10 жыл, осылай өмір өте береді. Дегенмен де біз не істеу керекпіз? Өз уақытымызды басқаруды үйрену керекпіз. Енді осы орайда біз ол бірінші жоспар құруға, жоспар құрамыз, ал екіншісі сол жоспарды уақытпен байланыстыру. Бұл өте тонкий нәрсе дейді ғой, сондай нәзік нәрселердің бірі. Сол үшін бірнеше әдістер бар. Мен өзімнің білген әдісімді сіздерге көрсетуді жөн көрдім. Ол хронометраж деген нәрсе, яғни уақытты белгілеу, уақытпен жұмыс жасау. Ол бірінші уақытты басқару, екіншіден арман мақсаттарды басқару, үшіншіден осы басқаратынның бәрін басқару деген сияқты. Оны негізінде уақытты басқару үшін хронометраж деген нәрсе қолданылады. Яғни хронометраж, мысалға күнде бір жоспар орындайтын болсаңыз, сол жоспарға уақытты бекіту керек. Мысалға, мен қазір түскі ас ішемін, одан кейін жұмыс істеймін, одан кейін дүкенге барамын дейтін болсаңыз, сіз соны жай ғана орындайтын тізімге қойсаңыз болады. To-do list дейді ол, былай айтқанда. Яғни телефонға жазып қоясыз, орындаған кезде басасыз, ол орындалды деп өшіп кетеді. Енді ол жерде бір кемшілігі, ол уақыттың бекітілмеуі. Ол тізімді сіз құрасыз, бетіне қарайсыз, бір нәрсе орындайсыз. Енді ол жерде орындалған кезде ұмытпау үшін жақсы, бірақ сізге ол мотивация бермейді. Енді бұл жағдайда мен сіздерге үйретейін деп жатқан нәрсе мотивацияны өте жақсы береді. Себебі біздің өмірімізде ең құнды ресурстың бірі ол уақыт, білесіздер. Енді осы уақытты бізде уақытты өлшеу арқылы, уақытты көру арқылы, сезіну арқылы біз оны өзімізге ыңғайлы етіп басқара аламыз. Бұл хронометраж деген нәрсені мен сіздерге бір көрсетейін. Негізінен оны қағазға жазсаңыздар да болады, ал мен сіздерге телефондағы нұсқасын көрсеткелі отырмын. Бұл хронометраж әрбір жаңа тапсырманы айттық қой, сол тапсырманы орындау уақытында басталған уақытын сіз жазып қоясыз. Басталған уақытын жазу барысында сіз біріншіден сағатты өз көзіңізбен көріп, жаңа қанша болғанын білесіз біріншіден. Екіншіден, уже келесі тапсырмаға сізде мотивация болады. Себебі келесі тапсырмаға дейін келесі тапсырманы жазған кезде аралық уақытты көресіз ғой. Екінші тапсырманың уақытынан бірінші тапсырманың уақытын алып тастасаңыз, арасындағы аралық қанша уақыт жұмсағаныңыз көрсетеді. Сол үшін сіз өзіңізден өзіңіз ұмтыласыз бірінші тапсырманы ертерек орындауға. Бұл бірінші пайдасы. Сіздерге бонус ретінде екінші пайдасы есіме түсіп отыр. Екінші пайдасы бұл концентрация дейді. Орысша айтқанда, қазақшасы зейін дейміз ғой. Осы концентрацияны өте жақсы күшейтеді. Себебі сіз бағана айта кеттім, to-do листте жай ғана тізімдер болса, сіз ол дәл нақты қазір уақытта не істеп жатқаныңызға алаңдамайсыз. Сіздің ішіңізде бір сезім болады, мен барлық тапсырманы тізіп қойдым, енді ұмытпаймын деген сияқты жүре бересіз. Бірақ уақыт жағынан келген кезде кейбір тапсырма орындалмай қалғанын көреміз. Ал хронометраж жазу барысында
сіз әрбір тапсырманы бастаған уақытында уақытты белгілейсіз ғой, және сізде мотивация бар соны ертерек бітіруге. Сіз еріксіз түрде сол тапсырманы орындап жатқан кезде, ағымдағы тапсырманы, сіз басқа нәрсеге алаңдамайсыз. Басқа нәрсені алаңдау сізге бір сондай сезім тудырады, ол нәрсе сізге пайдасыз болып көрінеді. Мысалға, WhatsApp-тан бір хабарлама келсе, немесе біреу сізге мына көмектесіп жіберші деген сияқты кейде болады ғой, сондай тапсырмалар. Сен сол кезде әрине көмектескен жақсы ғой, бірақ өзіңнің тапсырмаңның уақыты жүріп жатқанын сезіп отырасың да, себебі жаздың ғой өз қолыңмен. Одан кейін сен WhatsApp-тан келген хабарламаларға қарамайсың, өйткені маңызды нәрсе болса сізге бірден қоңырау шалатын еді. Кейін көремін дейсің да, жұмысыңды істей бересің. Біреу көмектес десе, тез көмектесіп кетіп қаласың деген сияқты. Немесе біреу әңгіме айтып бастаса, сіз оның әңгімесіне тыңдамауға тырысасыз. Ал егер сізде осындай уақытты өлшемейтін болсаңыз, сіз оның әңгімесіне ілесіп кетуіңіз мүмкін. Немесе сол адам сияқты емін-еркін демалып отырып қалуыңыз мүмкін. Ал бізде хронометраж бұл өмірімізді басқаруға көмектеседі. Енді мен нақты айтпаймын, сіз әрбір күніңіз тиімді болып кетеді, бірақ нақты жұмыс уақытында соны жазсаңыз, өте тиімді жұмыскер боласыз. Ал үйде жүрген кезде жазатын болсаңыз, сіз үйде жүрген уақытта да уақытыңызды өте тиімді, ұтымды пайдаланасыз. Осындай қос плюстары бар. Осыны маған достар бір көрсетші деп айтқан болатын. Өтінішін орысшасын ұсынған, мен адамдар маған қазақшасын аударсаң деген ұсыныс болған. Енді бұл хронометраж әзірге бастамасы, бірақ ары қарай көрсететін, армандарды көрсететін, жазатын жоспар болады. Мәселелерді, осының бәрі негізі ұқсас болады кестесі. Ол біріншісі число тұрады, екінші бағанда бізде хронометражда уақыт тұрады. Үшінші жаңағы тапсырманың атауы тұрады. Дәл осылай армандарды да жазсаңыз болады. Мысалға, бүгін күн жазасыз, мына жерге арманыңызды жазасыз. Екіншісіне, үшінші бағанға уже ол арман туралы ашық ойыңызды жазасыз, оның артықшылығы, кемшілігі деген сияқты. Кейіннен армандарыңызды көрген кезде сіз бәріне қарап отпайсыз да, тек тақырыбына қарап уже есіңізге түсіресіз, сондай пайдасын береді. Әлі оны нақты өзім пайдаланып жүрмін, бірақ ең көбінесе ұнаған осы хронометраж болды. Әрбір жағдайда өзінің мәселелер парақшасы бар, армандар парақшасы бар. Бос уақытта, мысалға, кейбір кезде біз ойланып қаламыз ғой, немен шұғылдансам болады деген сияқты. Сондай кезде біз еріксіз түрде TikTok-қа кіріп кетеміз, Instagram. Енді демалыс кезінде өзім басқарамадым десем де болады, жаңа кірдім ондай нәрселерге, бірақ осындай сәттерде, сондай әлеуметтік желіні көрмес бұрын, осы кестелеріңіз бар болса, телефонда болса өте жақсы, соған бірден кіріп, сіз уақытыңызды бос жұмсамайсыз. Хронометраж әрдайым қолыңызда болады деген сияқты. Енді мүмкін дәптерге жазғанда пайдасы бар шығар, әрине бар ғой, бірақ ол жерде дәптер әрдайым жаныңызда болу керек. Сол бір шарттардың бірі. Екіншіден, бірақ жазудың да өзінің артықшылығы бар деп ойлаймын, себебі телефоннан бір кнопканы басқаннан біз көп жұмыс жасамаймыз ғой. Адам баласы кішкене қозғалыста болып жұмыс жасаған кезде өзін басқаша сезінеді. Сол сияқты біз ручкамен жазған кезде кішкене еңбек болып саналады ғой, өзің кішкене адам сурет салған кезде бір демалып қалады ғой, сол сияқты оның да пайдасы бар шығар деп айта кетейін. Өзім көп жазбаймын, бірақ бүгін ғана уақытым тым көп болған соң жазып отырмын ручкамен. Өте жақсы негізінде. Сурет салама деген, бірақ каллиграфия сияқты жазып өзімде серіктірдім. Жалпы осындай хронометраж негізінде мен Excel кестесінде жасаймын, оны қазір көрсетем бұйырса. Міне достар, мен мына телефоным. Енді мынау Google Sheets деп тұр ғой. Мен телефоным қазақша болған соң Sheets дейді, Google таблица деп тұрады негізінде. Осы таблица. Осы бағдарламада негізі көрсетейін деп тұрмын. Бірақ
бірден кірген жоқпын, себебі мына жұмыс үстелінде мына желтоқсан жоспары деген тұр ғой менде. Осыны сілтеме ретінде, ярлык ретінде қойып қойған. Бұл дегеніміз бізге жаңа хронометражға бірден кіруге мүмкіндік береді. Себебі біз күндіз барысында әрдайым кіріп отырамыз, сол үшін бірден басқан кезде ішіне кіру үшін бізге ыңғайлы етіп жасалды. Одан кейін мына хронометраж мен қалай жасаймын. Жалпы мынау төбеде бірінші қатар ол бекітіліп тұр да менде. Төбесіне біраз нәрсе жазған, бірақ сіздерге көрсетпей қойын деп тұрмын, ол мен өзімнің жеке заттарыма есептеледі. Одан кейін көріп тұрғандарыңыздай мына жерде сағат, мына жерде әрекет және болжамды уақыт деген қойған, бірақ ол көп нәрсе жасамаймын, ол болжамды уақыт деген себебі әзірге пайдасы жоқ деп ойладым. Мына қараңыздар, бұл жерде мысалға қазір мен не істеп отырмын, видео түсіріп отырмын ғой. Сонда мен мына жерге жазамын. Видео түсіру дей салам да. И одан кейін қазір уақыт қанша болды? 15:26, осыны мен көрсету керекпін. Бұл енді бағдарламаны жетік меңгерген кезде уже уақытты бірден басасың, 15:26 деп шығып тұрады, міне кетті. Енді қараңыздар, бұл маған қандай пайда береді? Бұл видео түсіріп отқанымды мен уже миыма сигнал берем да. Егер сіз болса жазып қоймасаңыз, сіз жалпы көп адам өзіне өміріне байқадым, не істеп отқанымды білмеймін. Осыны пайдалану барысында мен өзіме сұрақ қоятын болдым. Мен қазір не істеп тұрмын деп. Сөйтсем мен барамда бір шай ішемін деймін да, жолда барып телефонға қарап, сообщение келсе, телефон шұқылап кетемін, сәлден кейін ананы істеп ұмытып кетемін деген сияқты. Ал егер видео түсіру деп қойдым, осылай келесі тапсырманы уже келесі уақытта мысалы жазамын. Уже қазір уақыт қарасам 15:27 болып тұр. Одан кейін қосымша мынандай ойыңызға не келеді? Соны жазып қойсаңыз болады. Мысалы мен редактирование жасау керекпін да. Редактирование деп қоямын. Бұл енді ұмытпау үшін да. Кейін жазсам да болады, бірақ қазір жазсам мен ұмытпаймын да. Бірақ кейін мысалға мен редактированиеге уақытым жетпей, мысалға шай ішетін болсам, шай ішу деймін да. Дәл сол уақытта мен уже шай ішіп кетсем, кіремін да, бүйтіп шай ішуді басам. Бұл маған уже не береді? Шай ішетін уақытта тез шайыңды ішіп тұр деген сигнал болып, былайша айтқанда. Илон Маск айтпақшы 5 минутта тамақ ішуге болады деген сияқты. Шай ішуді осылай жазып қойсаң, шай ішіп болған соң телефон шұқылап отырып қалмайсың да. Тез шайыңды ішесің, ары қарай не істесем екен деп телефонға қайтадан кіріп уже көресің. Сосын сабақ түсіру деген сияқты. Сабақ жасау дей салайын мысалға. Осылай кіресің, бірден сабағына кірісіп кетесің. Уже қарасаң сағат 16 болып отырды. 16:00 уже сен қарайсың, жарты сағат шай ішіппін ғой дейсің да. И ары қарай сабағыңа уже уақыт бөлесің деген сияқты. Хронометраж деген осы. Ал енді бірден қосымшаларды айта кетейін. Мысалға мына сағат менде бірден шығып тұр ғой. Бұны жасау үшін сіздер мына осы бағанды басасыз. Сосын мына А деген мәзірге кіріп, ұяшыққа өтесіз. Сосын астында мынау сандық формат деген бар. Яғни осы қатардың, столбиктің форматы қандай болады? Менде мысалы қарасаңыз автоматты деген бар. Автоматты десең ол қуып кетеді. Жай мәтін деген нәрсе бар. Одан кейін мен астына өзіме керегін тауып аламын, іздеймін, күн, уақыт деген таңдаймын. Сонда уақыт болады. Егер мен күнді таңдасам, мына жерде мен басатын болсам, маған сағат емес, уже күн шығып кетеді да. Күнді тез қою үшін 17 ма, бүгін 17 болып тұр. Ал енді қайтадан міне мәзірге кірем, ұяшық, сандық формат дегеніне кірем. Формат бойынша тұрады, әртүрлі сандық формат басқаша аталып. Қайтадан уақыт таңдаймын, міне. Уже уақыт 15:29 болып тұр қазір. Уже аяқтау деген сияқты. Осы видеоны аяқтайын деп отырмын да. Жалпы осындай хронометраж. Одан кейін қосымша дәл осы таблицаға әртүрлі нәрсе жазсаңыз болады. Мына жерге армандарыңыз жазсаңыз болады. Хронометраж тұр. Арманда уже арманның атауын жазасыз мына жерге. И одан кейін тұсына бірнеше жолға не жазасыз. Немесе осы жолды бір ненің ішіне не арман екенін түсіндіріп жазасыз. Сол кезде сіз ойыңыз жинақтала бастайды. Не үшін оны армандап отқаныңызды біліп жүресіз да. Менде бірнеше нелер парақшаға ашып қойған міне. Орталық деген бүкілін басқарамын да мен осы жерде. Хронометраж. Бұған әлі кіріспедім. Жалпы бұл да мысалға мына жер орталық, мына жерге күнді жазам. Бүгінгі күнді.
Одан кейін хронометражға жалпы жазатын нәрсем жоқ. Ақша дегенге, ақша туралы не ойладым, соны жазсам болады. Мысалға арман тақырыбын әр күнде не істегенін білесің да, кейін осы орталыққа кіріп бүкіл күнде қалай өткізіп жатқанына бүйтіп қарап шықсаң болады. Ал содан кейін бірінші қатарда бекіту тұр ғой. Осыны көрсетуге дейін ол үшін әр қатарды бекітесіз. Мысалы керекті қатар бірінші қатарда бастым, үстіне басамын, одан кейін көбініктен ашып босату деген көрінсе, босату десеңіз төбеге кетіп қалады да. Қайтадан бекітетін болсам, бекіту десем, астына түскен сайын тұра береді, атауы болмаған қай қатарда жүргенімді шатаспау үшін көмектеседі. Енді мен қандай парақшаларым бар көрсете кетейін. Хронометраж бар. Одан кейін ақша деген, уже финанс жағынан бір ойыма идея келсе, бірден ақшаға кіремін да, мен жазам. Не үшін мен бай емеспін деген сияқты жазсам, соны түсіндіріп жазам. Мүмкін мен бай шығармын, соны жазамдар қарай. Немесе қалай ақша табу керек деп жазып қоямын, идея келіп тұрған кезде. Ары қарай уже идеялар жазамын сияқты. Мынақты арман мақсаттарым бар, мәселелер, бір проблемалар болса өміріңізде деген сияқты. Осыны жазсаңыз, сіз сол проблеманы шешімін іздей бастайсыз. Ал егер осыны жазбасаңыз, сіз уайымдап тұрсаңыз, уайымдап жүре бересіз, ұмытып кетесіз. Қайттан сол мәселеге келесіз, ойланасыз деген сияқты. Денсаулық туралы дәрілер ішетін болсаңыз, мысалға ұмытпау үшін сол дәрілер күнделік жалпы осындай. Әзірге хронометражды осылай көрсетіп отырмын. Назарларыңызға рахмет.